Армысыздар, құрметті қонақтар, ұлағатты ұстаздар, ардақты ата-аналары және колледж бітіруші түлектер. Бүгінгі күн әрбір жас түлектердің жүрек түкпірінде мәңгі сақталып қалатын колледж өміріндегі соңғы салтанаты. Сонымен қатар, биылғы жыл тәуелсіз Қазақстанның теңдесі жауһары Астана қаласының 20 жылдық мерейтойын атап өтетін ерекше жыл. Бүгінгі колледж бітіруші жас түлектеріміздің алдағы өмір жолдары сәтті болып, ашық аспан, отанымыз тыныш, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Добрый вечер, дамы и господа, дорогие родители и преподаватели, уважаемые гости. Добро пожаловать на наш торжественный выпускной. Мы рады видеть вас в этом зале и очень надеемся, что этот праздник доставит вам много приятных минут. Сегодняшний день знаменателен для всех, кто здесь собрался. Будут звучать поздравления, напутствия, самые искренние пожелания. И очень здорово, что этот день мы проводим в кругу близких и друзей. Этот праздник мы все с нетерпением ждали. И не только потому, что вместе с ним заканчивается учеба, а потому, что нет в жизни более выдающегося момента, чем тот, когда ты в последний раз входишь в стены родного колледжа как студент, а выходишь взрослым, имеющим хорошую профессию человека. Студент қой еліміздің қаны жаны, студенттік кезден басталады бәрі-бәрі. Бүгінгі қоштасу салтанатына шырқалсын Қазақстан әнұраны. Шелек ауылдық округтік әкімінің орынбасары Бектасов Мәди Мадиярұлы. Шелек орман шаруашылығының директоры Алтаев Бекболат Мұхамеджанұлы. СТО Имран директоры Сейпатов Амурхан Юсмаевич. Выпускников Шелекского политехнического колледжа выходят на широкую дорогу творчества и созидания. 4 из них получают диплом с отличием. Дорогие выпускники, все в вашу честь, и ум, и нежность, раскаты грома в синеве, зов кораблей, цветение, свет и мир на маленькой земле. Все стало так, как вы хотели, и вот настал желанный час. Наряды выпускные вы надели, пожелания и музыка для вас. Сейчас для вас выступает девушка, которая приехала к нам в гости с поздравлением. Сонымен ортаға республикалық жырлайды жүрек атты эстрадалық вокал номинациясы бойынша 2-ші орын лауреаты атанған Ескендір Ағерке қызымызды шақырамыз. Балалық шаққа саяхат әнімен қабыл алыңыздар.
И вновь ругаете вы за прогулы нас. А нам так захотелось вдруг побыть на воле. Мы помним и надеемся, и любим вас. Как хорошо, что есть директор в нашем колледже. Алғашқы құттықтау сөзі Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, төс белгісінің иегері, Шелек политехникалық колледжінің директоры Дүйсебаев Қуат Құрманғалиұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, құрметті біздің ата-аналарымыз, құрметті ұстаздар және бүгінгі түлектер. Бүгінгі мейрамдарыңыз құтты болсын. Тарихы 60 жылдан асқан Шелек политехникалық колледжі республикамыздың түкпір-түкпіріне, облысымызға, ауданымызға жұмысшы мамандарын дайындайды. Осы кезеңге дейін 15 мыңға жуық жұмысшы мамандарын дайындап, еліміздің агроэкономикасын көтеруге барлығы атсалысуда. Бүгінгі күнде, бүгінгі жаңа заманда елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ең басты міндет бәсекеге қабілетті маман дайындау бізге мақсат етіп ұстаздардың алдына қойып отыр. Біз осы Шелек политехникалық колледждің ұстаздары, өндіріс шеберлері барлық күш-жігерін, білімдерін, тәжірибелерін осы бүгінгі залда отырған студенттерімізге бар жан тәнімен сабақ берді. Соның нәтижесі міне бүгінгі күнде біздің студенттеріміз оқу жылы бойында облыстан, республикадан жүлделі орындар алды. Бұл үлкен нәтиже. Бұл ата-аналардың бізбен бірге араласа жұмыс істеген тәрбиесі. Бұл біздің жаңағы студенттеріміздің жетістіктері. Біз әрбір осы жерде отырған студенттерімізге әрбір жетістіктеріне, нәтижелеріне қуанамыз. Сондықтан да бүгін біздің осы мәдениет сарайында 126 түлегіміз қанаттарын қатайтып, өздерінің білім ұясынан ұшқалы отыр. Біз оларды биік жерден көргіміз келеді. Жоғарғы білімді болсын, осы дипломдарына сай жақсы маман болсын. Біз әлі де үлкен нәтижелер күтеміз. Біз құрметті ата-аналар 2017, 2018, 2019 жылдарында сіздерден тағы да балаларыңызды, ұлдарыңызды Шелек политехникалық колледжіне алып келеді деп үлкен зор үміттеміз. Біз әрқашан дайынбыз маман дайындауға, жоғарғы биіктен көрсетуге. Бүгінгі мейрамдарыңыз құтты болсын. Бәріңізге сәт сапар ақ жол тілеймін. Рахмет. Нұр Отан партиясының аудандық филиалының төрағасының бірінші орынбасарының құрмет грамотасымен оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерін марапаттауға Шелек ауылдық округтік әкімінің орынбасары Бектасов Мәди Мадиярұлын сахна төріне шақырамыз. Құрметті бүгінгі осы Шелек политехникалық колледжін бітіруші түлектер, қадірменді қонақтар және де ата-аналар. Барлықтарыңызды осы бүгінгі мына қуанып отырған біреулеріңізге балаларыңыз болса, біреулеріңіздің шәкірттеріңіз,
осы арнаулы орта білім деңгейіндегі диплом алып отыр, 125 бала бітіріп отыр деп жатсыздар. Бүгінгі күнде мінекей Қуат Құрманғалиұлы жаңа өз сөзінде айтып өтті. Елбасының алдыға қойып отырған тапсырмасы ол бізге кәсіптік мамандарды дайындау. Енді әрине бүгінгі күні бұл қолдарына алған арнаулы орта білім дипломдарымен шектеліп қана қалмай, одан да ары осы мамандықтарын дамытуға, жалғастыруға, тереңдетуге, жоғары оқу орындарына түсуіне тілектеспіз. Құрметті шәкірттер, бүгінгі күнде мінекей біз аграрлық мемлекетпіз. Енді тек осы Шелек өңіріне ғана тоқталатын болсақ, бүгінгі күнде бізде миграциямыз көші-қон бойынша халық санының көбеюі жылдан жылға артып келе жатыр. Мына сіздердің бүгінгі бітіріп жатқан мамандықтарыңызға байланысты нұрлы ВЭС салыну жоспарлануда. Ол жерге де электрик мамандары керек. Сонымен қатар Шелек өзенінің бойында Шелек ГЭС салыну жоспарлануда. Ол жерге де электрик мамандары керек. Сонымен қатар бүгінгі күнде біздің Шелек өңірі жалпы бұл ең Қазақстандағы бай өлке, бай жер десек болады. Себебі біздің Шелек өңірі негізі суармалы жермен өте бай. Ал суармалы жер дегеніміз ол мәңгілік байлық деп есептелінеді. Себебі ол жерді күтіп, баптап ұстайтын болсақ, ол біздің халқымызға өмір бақи ол қызмет жасайды. Сондықтан да осы жерлерді күтіп, баптап ұстайтын жақсы агрономдар, техниктар, инженерлер және де басқа мал шаруашылығын дамытатын мамандар керек. Сондықтан да осы бүгінгі Қуат Құрманғалиұлы сіздерге және сіздердің ұжымдарыңызға осы күннен күнге өз реформалар болып жатқан, қиында қызық, ұстаздық жолындағы атқарып жатқан еңбектеріңізге әкімшілік атынан үлкен зор табыс тілейміз, қажымас қайрат тілейміз, шығармашылық табыс тілейміз. Мына сіздің басқарып келе жатқан ұжымыңыздағы ұстаздарыңызға тек қана ұстаздарыңыздың арасынан білікті ұстаздар табылсын. Білім теңіз, мектеп кеме демекші, сіздің мына осы басқарып келе жатқан білім саласындағы кемеңіздің желкені желбіреп, тек қана өрге қарай жүзсін. Шәкірттеріңіз өздеріңізден озып, мықты биіктен көрінсін. Республикалық дәрежеде үлкен осындай бір ғылыми жобаларды енгізетін азаматтар болсын. Еліміздің тәуелсіздігіміздің баянды болуына өз үлесін қосатын, еліміздің ел болуына өз үлесін қосатын үлкен азаматтар шығара берулеріңізге тілектеспін. Құрметті түлектер, бүгінгі алып отырған дипломдарыңыз құтты болсын. Осы алып отырған сіздердің бүгінгі дипломдарыңыз сіздерге өмірлік кәсіп, өмірлік нәсіп алып келсін. Рахмет. Ал енді құрмет грамотасы. Елбасы Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сындарлы саясатын жүзеге асыруға, еліміздің даму жолына нақты істермен үлес қосқан көшбасшы партиямыздың қызметіне белсене атсалысқаны үшін Дүйсебаев Қуат Құрманғалиұлы марапатталады. Нұр Отан партиясы аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Қуат Сұлтанұлы Байғожаев. Осы мәтінде Нұр Отан партиясының құрмет грамотасымен колледж директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Абдыкадырова Жұлдыз Сейітжанқызы марапатталады. Нұр Отан партиясының құрмет грамотасымен колледж директорының оқу тәрбиесі жөніндегі орынбасары Турганов Иземжан Абдыкеримович марапатталады.
Нұр Отан партиясының құрмет грамотасымен Турганова Гозаль Касимжановна марапатталады. Атақты пәнім ой. Рахмет, марапаттарыңыз құтты болсын. Осы оқу білім ордасы жергілікті әкімшілікпен тығыз байланыста жұмыс істейміз. Рухани жаңғыру аясында биыл 64-ге жуық дөңгелек столдар, семинарлар, конференциялар өткізілді. Бұл өткізу шаралары әкімшілік тарапынан үлкен бізге қолдау көрсетіп, бірге бір отырыста үлкен нәтижелерге жетті. Сондықтан да Шелек селосы әкімшілігіне көп рахмет. Біздің балаларға әрқашан дұрыс тәрбие беруге, патриоттық жол салып, әрқашан үлкен нәтижелерге жетуге үлкен себептер туып жатыр. Рахмет сіздерге. Еліміздің ертеңі жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқытудағы ұлттық тәлім-тәрбие мен кәсіби білім берудегі қажырлы еңбегі үшін Шелек политехникалық колледжі мемлекеттік коммуналдық қазынашылық кәсіпорнының арнайы пән оқытушысы Ахметова Венера Мансурова марапатталды. Шелек ауылдық округінің әкімі Есенғали Есенханов. Осындай мәтінде құрмет грамотасымен Шелек политехникалық колледжі мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының оқу өндіріс шебері Хапай Жұмабай марапатталады. Осы мәтінде грамотамен Турдиев Қахарман Ахметович марапатталады. Почетная грамота Президиум Малой Академии Наук Республики Казахстан выдается Иминову Аблизизу Тохтакуновичу за практические навыки научно-организационной работы по направлению развития творческих способностей одаренной молодежи. Президент Малой Академии Наук Республики Казахстан академик Купчишин. Астана, 2018 год.
Политехникалық колледж әкімшілігі жас ұрпаққа заманауи талабына сай, сапалы білім беріп, рухани құндылықтармен сусындатып, жан-жақты тұлға қалыптастырудағы кәсіби шеберлігі мен жоғары біліктілігі үшін физика пәні оқытушысы Паканова Людмила Васильевна марапатталады. Колледж директоры Қуат Құрманғалиев Дүйсебаев. Дәл осындай мәтінде оқу өндіріс шебері Исламов Алимжан Мусетжанович марапатталады. Аврясев Сергей Васильевич, мастер производственного обучения. Колледж IT маманы Жиренова Айгуль Барибаевна марапатталады. Химия биология пәні оқытушысы Жүніс Айнұр Арманбек қызы марапатталады. Нашего колледжа выражает благодарность нашим соцпартнерам. Благодарственное письмо. Уважаемый Сейфатов Амурхан Юсмонович, от имени администрации Шерекского политехнического колледжа благодарим вас и ваш коллектив ИП «Имран» за взаимовыгодное сотрудничество и добропорядочные партнерские отношения. Надеемся и в будущем на вашу надежность и высокую репутацию. Директор колледжа Дүйсебаев. Кәсіподақ ұйымының төрайымы Людмила Васильевна Паканова мадақтама, өз жұмысын зор жауапкершілікпен атқарғаны және жас ұрпақты тәрбиелеуге орасан еңбегін сіңірген үшін оқу өндіріс шебері Сергеенко Людмила Алексеевна марапатталады. Кәсіподақ ұйымынан. Изамеденова Гульнар Касымовна марапатталады. Шахузова Гульмира Ярмагометовна марапатталады. Нашего колледжа сегодня выражает благодарность нашим родителям. Благодарственное письмо Құрметті Романова Елена, колледждің 79-ші топ білімгері балаңыз Романов Андрейге жақсы тәрбие бергеніңіз үшін сізге алғыс жариялаймыз. Ниязова Гузаль, 79-ші топ білімгері Ниязов Расулға
жақсы тәрбие бергеніңіз үшін сізге алғыс жариялаймыз. Жетпіс топ білімгері Абдрасыл Рысдәулеттің анасы Бекбергенова Лашынға алғыс жариялаймыз. Жетпіс топ білімгері балаңыз Итсараев Дениге жақсы тәрбие бергеніңіз үшін Магомадова Дагмараға алғыс жариялаймыз. Жетпіс сегізінші топ білімгері Мусажан Илзатқа жақсы тәрбие бергеніңіз үшін Турганова Зухра сізге алғыс жариялаймыз. Османов Ильшаттың анасы Макердинова Зухраға алғыс жариялаймыз. Топ білімгері Мустафаева Нарминаға жақсы тәрбие бергеніңіз үшін анасына Мустафаева Хабарға алғыс жариялаймыз. Топ білімгері Асметолла Асиямның анасы Ахатова Асиямға алғыс жариялаймыз. Топ білімгері Абед Назеркенің анасы Абдикаримова Сандуғашқа алғыс жариялаймыз. Топ Мұхтарова Тахминаның анасы Мұхтарова Гүлмираға алғыс жариялаймыз. Топ білімгері Зилавдун Марданның әкесі Аширов Тоқтақунға алғыс жариялаймыз. Топ білімгері Камал Рауанның анасы Алқожаева Шынарға алғыс жариялаймыз. Топ білімгері Имирбакиева Мадинаның анасы Имрамзиева Алиманға алғыс жариялаймыз. Марапаттарыңыз құтты болсын. Біздің тағы да бір қуанатын сәтіміз келіп тұр. Алғыс хат. Құрметті Қалменов Бақтияр, сіз біліміңізбен
біліміңізбен, ерекше талантыңыздың арқасында түрлі деңгейдегі жарыстарда топ жарып, облысымыздың абыройын арттыруға өзіндік үлесіңізді қосып келесіз. Қарыштан дамыған еліміздің мерейін асыру жолындағы жемісті жетістіктерге бастайтын қадамыңызға алғысымды білдіремін. Болашақта да егемен еліміздің абыройын асқақтауға үлес қосатын жігерлі жастардың бірі болатыныңызға сенімдімін. Деніңіз сау, ізденістеріңіз игілікті болсын. Құрметпен Алматы облысы әкімі Амандық Баталов, Талдықорған қаласы 18 жыл. Бақтияр баламыз тұңғыш рет осы біздің Шелек политехникалық колледжін Амандық Баталов облыс әкімі ең үздік, ең жаңа барлық көрсеткіштермен республикалық облыстық масштабта жігерлі жаңағы жастарды жинаған болатын. Соның ішінде біздің міне студентіміз Келменов Бақтияр бар. Осындай үлкен жетістікке жете бер. Арнайы біздің колледжден планшет. Также наши студенты принимают активное участие в научно-практических конференциях Малой академии наук Республики Казахстан. Диплом первой степени награждается Ниязов Расул за доклад, предоставленный на 44-й республиканской научно-практической конференции Малой академии наук Республики Казахстана. Это республиканский конкурс, первое место. Диплом призера третьей степени награждается Ниязов Расул Русланович, занявший 3-е место в республиканском интернет-конкурсе фотографов «Сохраним планету вместе». Директор ШЕР. Колледж директорының мадақтамасымен білім сапасының жоғары көрсеткіштері, үлгілі тәртібі және колледж өміріне белсенді қатысқан үшін колледждің 77 топ білімгері Айдаров Қуат марапатталады. Дәл осындай мәтінде 77 топ білімгері Мұқажан Бағжан марапатталады. Топ білімгері Панарбек Елдар марапатталады. 77 топ білімгері Ғайрат Руслан марапатталады. Топ білімгері Құртымеров Елдар марапатталады. 79 топ білімгері Изиев Камилжан марапатталады. Топ білімгері Имамниязов Тахир марапатталады. Бейшембиева Сәуле марапатталады. 83 топ. Кавакиди Николай награждается почетной грамотой. Ишина Вера
кандидата директора колледжа, 92-я группа. Удайбердиева Аида. Асанова Разиям, 92-я группа. Клаудин Ильяр, 92-я группа. Коля, передай свою грамоту. Калыкова София, 80-я группа. Фахратов Тимирлан, 80-я группа. Ахмулаев Турганжан, 78 штук білімгері. 78 штук білімгері Самалхан Тлек. прекрасной ноте разрешите вас пригласить на эту сцену наших выпускников, которые закончили наше учебное заведение красным дипломом. Это студентка Казахского государственного женского педагогического института, факультета физика на английском языке Садирова Сайора, а также студент АУС на факультете инженер-теплоэнергетики Картавых Дмитрий. Пожалуйста. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, ардақты ұстаздарым және де біздің жас түлектер. Сендердің бүгінгі осындай мерекелі күндерің құтты болсын. Сендерге тек қана мықты денсаулық, сәтті сапар және де қойылған мақсаттарыңызға жетіңдер деген ойдамын. Аспандарың ашық болсын. Еще хочется добавить, вот сидела я недавно, да, вот верите, ностальгия. Хочу поблагодарить нашего директора, наших всех учителей. Когда-то, 2 года назад, когда мы выпускались, мы сидели, вот как вы переживали, сама сидела, точно так же, как я сейчас стою, нам тоже желали свои пожелания студенты, которые закончили. А сейчас, в то время вы делали только самые свои первые шаги в нашем колледже. А сейчас я стою здесь и хочу пожелать вам в будущем у вас, чтобы все было хорошо, удачи вам в вашей жизни. Здравствуйте. Хочу вас поздравить с этим прекрасным днем. Желаю, чтобы вы всегда шли упорно, добивались своей цели, всегда могли найти себе работу и, самое главное, по жизни никогда не сдавались. Администрация колледжа, хочу вас тоже очень сильно поблагодарить. Вы сделали очень большой вклад чисто в мою жизнь. Как сказать, за 3 года вы мне дали столько ценных моментов, которые я могу исполнить в своей жизни. И спасибо вам за то, что смогли мне, можно сказать, воспитать мужской стержень, как говорится. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Итак, в этом году выпускается по профессии тракторист-машинист Ицараев Дени, который все время участвует везде, во всем и во всех начинаниях. Он как бы очень активный студент. И пришли его поздравить сестренка и братишка.
То есть на сцену приглашаем владельца кубка «Войнах-центр», город Алматы, Исмаилов Ибрагим с танцем.
Большое спасибо. Даже мой мальчик, который в течение 3 лет не показывал, как он умеет танцевать, зажег весь зал. Спасибо вам, ребята, большое. Келесі сөз кезегі. Бүгінгі кешімізге арнайы келген қонақтарымыз ардагер ұстаз Алжанбай Әсет Көшірбайұлы мен Шелек орман шаруашылығының директоры Алтаев Бекболат Мұхамеджанұлына беріледі. Сахна төріне шықсаңыздар. Құрметті колледж ұстаздары, ата-аналар, студенттер, бүгіннен бастап енді мамансыңдар ғой. Бүгін енді үлкен Шелек ауылында, Шелек колледжінде үлкен бір ойда қалатында бір мереке өтіп жатыр. Мерекелер құтты болсын. Жылда осындай түлектер ұшып, қанаттанып шыға берсін. Қазір ғана бір 2 студентіміз кеше осы колледж бітірсе, бүгін институт қабырғасында жақсы оқып жатқанын көрсетіп, бізді осы отырғаннан студенттердің бәрі марқайтып бастады. Сондай студенттер көп болсын. Енді мына ұстаздар қауымы, мына істеп жатқан еңбектерің жансын. Жылда колледжді бітіретіндердің бәрі жақсы бір өнегелі үлгілі азаматтар болып, Қазақстанның түкпір-түкпірінде жұмыс істеп, Шелек колледжі бітті, облыс ресми танымал ғой. Соны тағы да таныта берсін, тілеулесіміз сондай жақсылық бола берсін. Соның қызығын көріп, атын естіп қуана беріңіздер. Рахмет. Құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, құрметті түлектер, өзім осы жыл сайын осы сіздердің осы мерекелеріңізге қатысып, өзгеше бір әсер алып қаламыз. Осы былтырғы жылда бұрынғы студенттер осы мекеменің қабырғасынан шыққан студенттер былтырда құттықтап жатыр. Биылда келіп жылда жетістіктеріне көбейіп жатыр. Онысы сіздердің шығарып жатқан мамандықтарыңыз қазір мына өзіміздің ауыл шаруашылығында елімізге керек өте бір жақсы мамандықтар. Өткенде бір әңгіме келіп айтқанбыз, әлі де көйту керек. Бізде мына мысалы орман шаруашылығы жағында, экология саласында тағы да бір факультет қоссаңыздар құт болады деді. Неге десеңіздер, өйткені бізге де қазір требование сондай болып жатыр. Ана орман шаруашылығына қазір жоқ дегенде жаңағы колледж бітіретін мамандықтар алу керек болып жатыр. Соған енді о жағында кішкене атсалыссаңыздар деген тілегіміз бар. Мына Мұқағали айтады ғой, тарыдай кіріп таудай болып шығасың деген. Міне қарап отырсақ, міне көрініп отыр, міне ұстаздар еңбектеріңізге үлкен рахмет, ата-аналарға да үлкен рахмет. Міне түлектерден іске сәт, алдынан Құдай ақ жол берсін, үлкен оқуға түсіп, әлгі бір еліміздің бір мықты Абай атамыз айтқандай бір кетігін тауып барып қанатын кіртішіп алуына тілектеспін. Бақытты болыңыздар. Құрмет грамотасын алған, алғыс хат алғандардың бәрін құттықтаймын. Еңбектерің жана берсін. Доброты родительской прекрасной, ничего дороже в мире нет. Чтоб сложилось все у нас прекрасно, дайте нам родительский совет. С поздравительными словами к нам на сцену приглашаются Ниязова Гузель Нурмухамедовна и Абдикаримова Сандугаш Абдрахмановна.
мектеп бітірушілері және де бүгінгі кеш қонақтары сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңыз бақыт, еңбектеріңіз табысты болуға, бүгінгі дипломдарыңыз, алған дипломдарыңыздың жемісін жеп, үлкен бір биіктерден, белестерден көріне берулеріңізге тілектеспін. Өмірде бар жақсылық тілеймін. Әрдайым осындай жақсылықтан жақсылыққа жете берейік. Мерекеге ұласын. Добрый вечер, уважаемые учителя, родители и, конечно, выпускники. В качестве пожелания я хочу прочитать вам два стихотворения, коротких, посвященных выпускникам и уважаемым учителям. Как быстро дети повзрослели, и провожая после путь серьезный, мы, мамы ваши и отцы, хотим сказать вам через слезы. Нелегкий выбор предстоит, лишь открываются дороги. Куда и как и с кем пойти, здесь вы решаете на годы. Желаем вам от всей души пройти все бури и ненастья, и пусть всех вас на всем пути всегда сопровождает счастье. Спасибо вам, учителя, за снисхождение к нашим чадам, за терпеливость, шум и гам переносить здоровье надо. Мы по работам ходим, бродим, вы же раскрываете таланты. Вдруг неожиданно находим в тетрадках, душах бриллианты. Большое вам спасибо, учителя, и хотелось бы отдельно Людмилы Васильевны Пакановой и Облизисту Сахуновичу, нашему мастеру Иминову, подарить эти памятные призы, сувениры, чтобы у вас всегда в этой жизни было изобилие и достаток. Внимание! Исторический момент. Политехнический колледж села Шелек выпускает в жизнь молодых людей, профессионально освоивших самые нужные профессии в стране. Они-то и внесут ленту в экономику нашего Казахстана. Страна еще услышит их имена. Сегодня сбывается ваша мечта о долгожданном вручении очень важного документа об окончании колледжа – диплома. В документах колледжа, в расписании, точность, все просчитано заранее. Столько ситуаций непредвиденных. Быть посредником директора с преподавателем, быть связующим звеном преподавателя со студентом. Зауч – это сложная профессия, сложная, но очень интересная. Жулдыз Ильшан – это сердце колледжа нашего. Сонымен, құрметті қонақтар, салтанатты үздік диплом тапсыру рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер. Бұл құрметті рәсімді орындау колледж директоры Дүйсебаев Қуат Құрманғалиұлы мен математика және информатика пәнінің жоғары санат мұғалімі, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің құрмет грамотасының иегері, Алматы облысы білім басқармасының құрмет грамотасының иегері, Еңбекші Қазақ аудандық маслихатының депутаты, Шелек политехникалық колледж директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Жұлдыз Сейтжановаға беріледі. Ортаға шақырамыз, марапаттау диплом. Қуат Құрманғалиевич. Кешірім өтінеміз, әкімнің орынбасары, Шелек ауылдық округтық әкімнің орынбасары Мадим Айдарович, сахна төріне көтерілсеңіз. Диплом с отличием о техническом и профессиональном образовании. Настоящий диплом выдан Худайбердиевой Аиде Раимжановне, которая в 2017 году поступила в политехнический колледж Алматинской области по квалификации повар. Решением квалификационной комиссии ей присвоена квалификация повар 4-го разряда.
Такой же диплом с отличием повар 4-го разряда Имирбакиева Мадина Ахмедшановна. Диплом с отличием повара 4-го разряда Ившина Вера Викторовна. Диплом с отличием Абдикеримовой Арзугуль Курбанжан-кызы, повар 4-го разряда. Сонымен ортаға 8 қырлы бір сырлатты номинациясымен ауыл шаруашылық өндірісінің тракторист-машинист номер 77 тобын шақырамыз. Топ жетекшісі Турганова Гүзел Касимжановна, топ шепері Қапай Жұмабай Қапайұлы. Техникалық және кәсіптік білім туралы диплом. Осы диплом Айдаров Қуат Қайратұлына беріледі. Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы машинист біліктілігі беріледі. Осы дипломды беруге Шерек округының әкімі орынбасары Мазим Адияровичқа беріледі. Амитов Ильяр Ибрагимович. Ахмет Ермек. Абдрасыл Рыставлет Бекпулатұлы. Баймухан Бекзат Ержанұлы. Байсерке Досан Ақжанұлы. Ғайрат Руслан Асанұлы. Дүйсенов Азамат Бақытұлы. Жақан Нұржан Ерланұлы. Ицараев Дени Русланович. Қайратұлы Азамат. Қалменов Бахтияр Ғанижанұлы. Құрманәлі Ғабит Серікұлы. Наурызбаев Айбол Жеңісұлы. Мұқажан Бағжан Қайратұлы. Нурдинов Азиз Рифатұлы. Панарбек Елдар Бахтиярұлы. Толыбай Қанат Санатұлы.
Ортаға үздік дәнекерлеуші номинациясымен электр газбен дәнекерлеушісі номер 78 топ студенттерінің топ жетекшісі Шыңғысова Жезира Кенжебаевна, топ шебері Ынтымақ Тілеужан Ынтымақұлын шақырамыз. Диплом тапсыру рәсімін ардагер ұстаз Алжанбай Әсет Көшібайұлын шақырамыз. Техникалық және кәсіптік білім беру туралы диплом. Осы диплом Абдурашид Шахмурат Халмуратұлына беріледі. 3-ші дәрежелі электр газбен дәнекерлеуші. Айнединов Руслан, 3-ші дәрежелі газбен дәнекерлеуші. Амантай Даму, 4-ші дәрежелі электр газбен дәнекерлеуші. Ахметшан Зульяр, 3-ші дәрежелі. Ахмуллаев Турғанжан Абдумешитұлы, 4-ші дәрежелі. Қанатбек Жәнібек Бекенұлы, 4-ші дәрежесі. Құрбанжан Руфат Адилжанұлы, 3-ші дәрежелі. Молдабай Ернұр Серікбайұлы, 3-ші дәрежелі. Мұқажан Беглан Қайратұлы, 4-ші дәрежелі диплом. Мұсажан Ильяр Сабыржанұлы, 4-ші дәрежелі. Назаров Алишер Турсунжанұлы, 3-ші дәрежелі. Османов Ильшат Жалалдинұлы, 3-ші дәрежелі. Самалхан Тілек Талғатұлы, 4-ші дәрежелі. Турсун Шахмурат Абдухимитович, 3-ші дәрежелі. Танабаев Жаслан Кенжегалиевич, 4-ші дәрежелі. Ізімхан Ермухан Мухамметұлы, 4-ші дәрежелі. Юсупов Шахмурат Абдувалиевич, 3-ші дәрежелі электр газбен дәнекерлеуші. Верность и преданность колледжу. За преданность и дисциплинированность и отсутствие пропусков учебных занятий приглашаем на сцену группу номер 79 под руководством классный руководитель, отличник образования Паканова Людмила Васильевна и Иминов Абрезис Сухтахунович. Диплом слесаря по ремонту автомобилей Алиметов Саудшан Сабырұлы. Аманатидис Юанис. Закиров Акимжан Ашимжанович. Изиев Камильжан Акимжанұлы. Кабанов Дмитрий Сергеевич. Курбанов Нуршат Нурдунбекович. Уртумеров Эльдар Эскендерович. Курман Оужас Жасуланұлы. Мухтар Адыл Марубжанович. Ниязов Расул Русланович. Ниязов Эльдар Булатұлы. Попов Эльдар Александрович. Раис Марат Муратұлы. Романов Андрей Владимирович.
Заметов Дальвер Хабибуллаевич. Сиденко Алексей Витальевич. Устенов Асанжан Абдусаламович. Поздравляем. Дайте повару продукты, мясо, птицы, сухофрукты, рис, картофель, и тогда ждет вас вкусная еда. Итак, в номинации «Повар VIP» приглашается на сцену группа номер 80. За активную жизненную позицию в общественной жизни колледжа. Марапаттау рәсіміне Шелек орман шаруашылығының директоры Алтаев Бекболат Мұхамеджанұлын сахнаға шақырамыз. Диплом повара 3-го разряда. Абдуваид Турсунжан Абдукеримович. Повар 4-го разряда Асметулла Алиям Аблахатовна. Диплом повара 4-го разряда Абек Назирке Жолдыбайқызы. Повар 4-го разряда Бишимбиева Саулет Алгатовна. Повар 3-го разряда Закирова Шахадат Закировна. Повар 4-го разряда Имамниязов Тахиржан Адылжанович. Повар 4-го разряда Кавакиди Николай Васильевич. Повар 4-го разряда Кадырова Маликам Адыловна. Повар 4-го разряда Калыкова София Еркынқызы. Мустафаева Нармина Оручевна, повар 4-го разряда. Муталипов Дамир Нурсултанулы, повар 4-го разряда. Повар 4-го разряда Рашидинова Регина Муратовна. Тәлім Аяулын Қайратқызы, повар 3-го разряда. Турсунова Мариам Сейтжановна, повар 4-го разряда. Турсун Садержан Асимжанова, повар 3-го разряда. Повар 4-го разряда Фахратов Тимирлан Нурланович.
минутки на сцену приглашается группа электромонтеров номер 81. Классный руководитель Михалиди Ирина Владимировна, Чайкозов Ахмед Касымбаевич. Так, диплом электромонтера 3-го разряда Бакашева Захида. Электромонтер 3-го разряда Джумабек Улбосын Берікполғызы. Электромонтер 4-го разряда Зилавдун Мардан Тохтахунович. Электромонтер 3-го разряда Ибраим Илья Алимжанова. Электромонтер 4-го разряда Имит Анаят Ситликжанова. Электромонтер 4-го разряда Камал Рауан Сарсенова. Кельменбетова Надежда Тимуровна, электромонтер 3-го разряда. Корчагин Руслан, электромонтер 3-го разряда. Курбанов Руслан Дельмуратович, электромонтер 4-го разряда. Миркадиров Мир Тимур Миркалиевич, электромонтер. Мухтарова Тахминам Закиржановна, электромонтер 4-го разряда. Нургали Адыль Бекмуратова, электромонтер 4-го разряда. Садикжан Шерифуль Руслановна, электромонтер 3-го разряда. Семятов Азим Абдухамитович, электромонтер 4-го разряда. Тельман Ильзат Ришатула, электромонтер 4-го разряда. Турсун Зульфия Пархатқызы, электромонтер 4-го разряда. Юсупов Нариман Рустемович, электромонтер 4-го разряда. Шаймардан Нурыдин Райдинович, электромонтер 4-го разряда. В номинации «Профессиональная» приглашается на сцену группа поваров номер 92. Классный руководитель Ахметова Венера Мансуровна. Мастер Таткенова Мелике Султановна. Абдулаев Сухрат Шухратович. Повар 4-го разряда Асанова Разиан Турсуновна. Асхаров Багоев Болубекулы, повар 3-го разряда.
Ашимова Мунира Акимжанқызы, повар 3-го разряда. Бақтықожа Алия Ерболатқызы, повар 3-го разряда. Герасимов Никита Владимирович, 3-й разряд. Клаудин Ильяр Шахавданұлы, 4-й разряд. Ибрагимова Альфия Хайратқызы, 3-й разряд. Иминов Халмурат Алымжанович, 3-й разряд. Имирова Бахаргуль Абдулмахамедовна, 3-й разряд. Рихимжан Расул Рихимжанула, 3-й разряд. Рустамова Мубарак Руслановна, 3-й разряд. Рыспаев Ринат Жумартула, 3-й разряд. Ташева Гузель Дурахметқызы, 3-й разряд. Эмирула Адилям Эмируллақызы, 3-й разряд. Юсуп Дильшат Турганжанович, 3-й разряд. Юсуп Дияр Дильшатович, 3-й разряд. Юсупова Чолпон Ахмеджановна, 3-й разряд. Сағынамыз күн сайын, кездесейік жыл сайын. Сіздерге жалын жүректен, айтамыз достық тілектен. Әр қашан сәтті жол болсын, сапарыңыз оң болсын. Әрбір бітіруші жас түлекке қажымас қайрат, талмас қанат, биік шыңдардан көрінуге, ел экономикасын дамытуға бағытталған өткір де өзекті жобаларын жүзеге асыру жолында сәттілік тілейміз. Ырыс ынтымаққа жолығады, дәулет бірлікпен толығады. Мерекелі күндерге жеткізген берекелі тірлігіміз баянды болсын. Келесі музыкалық номер Ақерке мен Русланның орындауында Әппақ ару әнін қабыл алыңыздар.
успехов в труде. Будьте добрыми, энергичными, сильными духом. Помните, что ваши успехи, ваша радость – это и наши успехи, и наша радость. Мы искренне поздравляем вас с этим знаменательным и замечательным событием и желаем, чтобы вы выбрали тот путь, который приведет вас к скорейшему успеху и финансовому благополучию. Пусть жизнь будет распахнет перед вами все ваши возможности. В добрый путь, дорогие выпускники! Сәт сапар, ақ жол тілейміз. Сонымен, бүгінгі диплом тапсыру кешіне арналған салтанатты жиынымызды жабық деп жариялаймыз.